Зираттан шыққан дауыс. Таңғы ұйқымнан әлі ояна алмай, меңзең күйде жатқанмын. Сыртқы есіктің сарт-сұрт асығыс жабылғанын секем алып атып тұрдым. Сөйтсем анам екен, түрі боп-боз, әкемнің қолынан тастай қылып ұстап алған. Жіберер емес, қорқып кеттім деген сөзді сан қайталап айта береді. Көздері мөлтілдеген жасқа толы. Даусы дірілдей, зират басына барып едім. Қатты шошынып қалдым. О, Аллай деген дауыс құлағыма ап-анық естілді, дей береді. Менің сансыз сұрағыма әкем, зират басында Рулас ағайдың қабіріне топырақ салмақ болып алға кеткен, баж етіп кейін шықты, деп жауап берді. Кейін ұққаным ағайдың қабірінің алдында үлкен жеңгесінің де қабірі болатын. Соның қасынан байқамай өтіп бара жатқанда, ой Аллай деген күңіренген дауыс зиратты басына көтерген және белгісіз бір күш еріксіз өз жағына тартқысы келіп тартқандай болады. Шошынған анам алды-артына қарамастан қаша жөнелді. Үстіме бейне бір ыстық су құйып жібергендей болды. Тұла бойымды игере алмай, басқан аяғым кейін кетіп, үйге әкеңе сүйеніп, әзер жеттім. Құлағымда күңіренген дауыс әлі де тұр, деді. Өз-өзіне келе алмай отырған анам. Содан әкем, бұлай болғаны жарамас, қатты шошынсаң қорықтық құйдырғанымыз жөн болар, деді. Мен де әкемді құптадым. Аулымызда Разия есімді апай бар болатын. Бірнеше жылдан бері көрші тұрамыз. Сынық сипайтын, қазақы ем-дом жасайтын, қасиетті болатын. Сол кісіні шақыртып қорықтық құйғызған едік. Қорықтықты қорғазыннан құяды екен. Қорғазынды ертіп, анамды құбылаға қарата отырғызып құйған. Құдайдың кереметі. Қорғазын кенет өзінен өзі бірігіп суретке айналды. Суретте зират басындағы ай белгісі мен жүрек бейнесі шықты. Жүректе аздап тыртық салынған. Бұдан бұрын мұндай нәрсені көрмегенмен аң-таң күйде сілейіп қатып қалыппын. Қорғасын белгіні орамалға орап, кейін ағын суға ағызарсың. Қашан қорқынышың басылғанша жастығының астына қойып жат, деп Разия апай кетті. Осыдан кейін анам өзіне өзі келіп, үй шаруасына араласып кетті. Бұл күнде бұл оқиға ұмыт болды, бірақ менің ойым сан сақта. Дүниеде бізге белгісіз тылсым күштің бар болғаны ма сонда? Жазба Алаш айнасы парақшасынан алынған. Оқыған Қуаныш Толбекұлы.